қадірменді көрермен, аптаның алғашқы күні сәтті болғай. Эфирде апта жаңалықтары. Эфирде ашық сұхбат алаңы. Алматы қаласы Медеу ауданы Қасыл Қатықбаева атындағы номер 160 мектеп гимназия директоры Тайкенов Манас Саяхатұлы бүгін бізде қонақта. Құрметті Манас Саяхатұлы, бүгінгі ашық сұхбат алаңына қош келдіңіз. Еске сала кетейік, бастауыш сыныптар 10 күндігі 22 ақпан күні басталған болатын. Алдымен сұхбатымызды бастамас бұрын бір апта бойы ұйымдастырылған іс-шараларға қысқаша шолу жасап кетейік. Тілшіміз Алтынай Әділжанқызының бейне материалынан. Білім ордасында бастауыш сыныптар 10 күндігі 22 ақпан күні басталып, бір апта бойы жоспар бойынша ашылу салтанаты өтіп, оқушылар өлең жолдарымен бастады. Әдемі жазу өнер тақырыбында көркем жазу байқауы 1 мен 4 сыныптар арасында өтті. 23 ақпан күні дене шынықтыру пәні мұғалімі Ердес Ералы және 3 сынып жетекшілерінің ұйымдастыруымен дені сау ұрпақ ұлт болашағы атты эстафеталық жарыс өтті. Тәуелсіздіктің 30 жылдығына тарту тақырыбында сурет, қолөнер жұмыстарының көрмесі өтті. Бөкен Аяулым Қуанжанқызы қоршаған ортаға қамқорлықпен қараудың мәні тақырыбында дүниетану пәні бойынша 4-В сыныбында ашық сабақ өткізілді. Есентаева Айгүл Көбегенқызы есімдік қазақ тілі пәні бойынша 4-А сыныбында сабақ өткізілді. Шәкірбаева Бекзада Әмірқызы жалқы есім және жалпы есім тақырыбында қазақ тілі пәні бойынша 2-В сыныбында ашық сабақ өткізілді. Маштаева Әсия Жәнәділқызы білімді ұрпақ жарқын болашақ тақырыбында әдебиеттік оқу қазақ тілі пәндерінен 4 сыныптар арасында тапсырмалар өткізілді. 25 ақпан күндерінен бастап Бисенбекова Әсел Абдрахманқызы болымды және болымсыз жетістік тақырыбында қазақ тілі пәні бойынша 3-А сыныбында ашық сабақ өткізілді. Егентаева Айтолқын Мұхтарқызы разрядтан бір рет аттап өту арқылы жазбаша көбейтуге бөлу алгоритмі тақырыбында математика пәні бойынша 3-В сыныбында ашық сабақ өткізілді. 26 ақпан күні Тоқтарғали Айғаным Тоқтарғалиқызы құмы да қымбат туған жер тақырыбында әдебиеттік оқу пәні бойынша 4-А сыныбында ашық сабақ өткізілді. Бөкен Аяулым Қуанжанқызы білім жанған шырағың қазақ тілінен тапсырмалар 4 сыныптары бойынша. Баламырзаева Әйгерім Отанбаевна алуан түрлі ғаламшарлар жаратылыстану пәні бойынша 2-В сыныбында ашық сабақ өткізілді. Аймұханбетова Мөлдір Бақытбекқызы қошақаны қойдың тақырыбында әдебиеттік оқу пәні бойынша 2-А сыныбында ашық сабақ өткізілді. Бастауыш 10 күндігінің 5 күндік қорытындысымен таныс болдыңыздар. Оқушылар барлық іс-шараға белсене, қызығушылықпен қатысты. Ал ұстаздарымыз шеберліктерімен шығармашылықтарын таныта білді. 10 күндік 1 наурыз күнінен бастап жалғасын табады. Бастауыш 10 күндігі 5 наурыз күні аяқталады. Манас Саяхатұлы, бойыңыздағы еңбекке адал, мақсатқа берік қасиетіңізбен бүгінде білім ордаңызды басқарып келесіз. Әріптестеріңіз сізді басшы, жарқын бастамалардың қолдаушысы ретінде ерекше құрметтеп, өзіңізді үлгі тұтады. Сіз қалай ойлайсыз, қазіргі білім ордасы қандай болу керек? Қазіргі білім ордасы ең біріншіден мен ашық болу керек деп айтамын. Ашық болу дегеніміз ол барлығына доступность. Жаңағы балаға болсын, баланың ар жағындағы ата-аналар, барлық осы қоғамға, ортаға
ол жұмыстардың барлығы біздің мектебімізде жүргізіліп жатыр. Сол мектептегі тәрбиеленіп жатқан балаларға білім беріп жатқан ұстаздардың жаңағы бәсекеге қабілетті, жан-жақты ұстаз болу керек. Егер ұстаз мықты болса, білімді балаларымыз көп болады. Рахмет. Өмірдегі ең негізгі ұстанымыңыз? Мен енді өмірдегі негізгі деп айта алмаймын, бірақ көбінесе ол көпшіл болу, жан-жақтылық болу. Тағы қандай десек болады? Негізгі ұстаным. Әрбір келген, егерде осы қызмет бабында айтатын болсақ, әрбір келген адамның, әрбір келген ата-ананың жаңағы ойында жүрген сұрақтарға өзінің тиісті, жақсы, қанағат жауабын алып, жаңағы жетістікке жету. Рахмет. Өзіңіз басшылық жасайтын ұстаздар ұжымына корпоративті мәдениет қалыптастыра алдыңыз ба? Корпоративті мәдениет дегеніміз мен қалыптастыра алдым, бірақ мен өз-өзіме баға бермеймін. Себебі бағаны сол ұжымдағы ұстаздар берген дұрыс шығар деп ойлаймын. Себебі әрдайым біз ізденісте жүреміз, ұжым болып, жаңағы әріптес болып. Сондықтан біздің әлі үйрете жүріп үйрену дейді ғой. Әлі біздің білетініміз көп, білмейтініміз де көп. Ұстаз білгенін баланың санасына сіңіреді. Директор жинаған тәжірибесін ұжымдағы педагогтармен бөліседі. Ал сіз кімнен және қалай үйренесіз? Мен енді жалпы өмірімде көптеген өмірлік ұстаздарым көп болды. Мен сол кісілерден тәлім тәжірибе алып, осындай жұмысқа, осындай бір қызметке келген жағдайым бар. Ол кісілердің барлығы ол өзіндік көптеген жақсы қасиеттермен бөлісті. Ал енді үйрете жүріп үйрену дегеніміз осы ұжыммен бірге жүріп көптеген біз әдіс тәсілдер, жұмыстар атқардық. Сондықтан ол ортаға байланысты. Мен өз ортамнан аламын. Менің ортам тек қана осы өзімнің ұжыммен ғана шектелмейді. Әртүрлі орта бар. Сол ортадан жақсы қасиеттер, жақсы әдіс тәсілдер алу керек. И сол әдіс тәсілдердің барлығын бөлісе білу керек. Солай деп ойлаймын. Рахмет. Сіз басқаратын мектепті табысты мектеп деуге бола ма? Жалпы осы мектептің жетістіктерін қандай негіздер бойынша өлшеуге болады? Негіздер бойынша өлшеуге болады деген, енді біз білім ордасы болғаннан ең бірінші жаңағы білім сапасы, бірақ бұл мектеп өзі ашылғаны 4 жыл болды. Сол әр мектептің өзінің даму жоспары болады. Біз мысалы даму жоспарымызды 5 жылға құрған кезде, біз сол 5 жылда жететін жетістікке 3 жылда жеттік деп ойлаймын. Сондықтан ол жоспарымызға біздің өзгертулер мен толықтырулар енгізіліп жатыр биылғы таңда. Осының өзі үлкен жетістік деп ойлаймын мен. Өте жақсы, керемет. Манас Саяхатұлы, өз пікіріңізбен бөліскеніңізге рахмет. Өнерпаз, талантты, білімді шәкірттеріңіз көп болғай. Биылғы оқу жылыңыз табысты болсын. Рахмет. Бізбен бірге болған Алматы қаласы Медеу ауданы Қасыл Қатықбаев атындағы номер 167 мектеп гимназия директоры Тайкенов Манас Саяхатұлы. Бүгінге айтарымыз осы, күндеріңіз тек жақсы жаңалықтарға толы болғай.